Одан бұрын 1223-24 жылдары Жебенойон мен Сүбітай екеуі Қаптауынан асып, Каспийдің арғы бетінен атақты қалқа орысы деген бар. Оны орыстар айтуға намыстанады. Қыпшақтар мен Дәшті Қыпшақ сол кездегі. Орыс кінәздіктерінің біріккен 103 мың әскері. Кәдімгі деректе бар. Сонымен Халқ өзенінің бойында Жебе мен Сүбітайдың 30 мыңға жетпейді үш түменге. Көбі жаралы алдында қаншама қырғыннан шыққан. Бір 22-23 мың ба сондай әскермен кезігіп, қалқаның бойында 103 мың әскерін тас талқанын шығарады. Адам күледі ана жеңілістерін көріп. Және бірнеше кінәздарын түр ұстап алып кетеді. Мстислав дейтін бір үлкен кінәзін түр ұстап алады. Сол кезде Сүбітай о жақ талқандап барып кеткен өзіне таныс жер. Сол кезде сол жаңағы 1235 жыл құрылтайдан кейінгі екінші жорықта қолдың алдын Сүбітай бастайды. Ол кезден жасы кеқіп қалған Қарсы Сардар атақты батыр Жебенойон қайтыс болып кеткен. Ол жоқ. Солар бар талқандайды. Соған енді жаңа орыстан намыстанады. Тарихты бұрмалап жазу, сол арқылы жаңа Шыңғыс Қағанды күйелегісі келеді. Шыңғыс Ханға бір әулетіне бір күйені жағып алғысы келеді. Хан анасы Таркенсіз боламысыз? Иә. Кім саған менің атымды атауға рұқсат берді? Айтыңызшы, аналардың бәрі мәртебелі сұлтанның әйелдері мен балалары ханшалар мен ханзадалар ма? Ханшайымдар да бар. Түсінікті. Суды ханшалар мен ханшайымдарға беріңдер, ханзадаларға бермеңдер. Неге? Ханзадалар неге су ішпеу керек? Өлген адамдар шөлдемейді. Алып кетіп бастарын шалыңдар. Алла өзің көріп тұрсың ғой. Сен неге мұна қанішерлердің төбелерінен жай түсіріп семсеріңмен турап тастамайсың? Мұхаммед сұлтан балам-ау, мына ұлдарыңды неғып қорғамайсың? Өз басыңды сауғалап кеткенің қалай? О Алла! О Алла!